Бұл Қарасаз ауылындағы өнер мектебі ауыл балалардың жан-жақты дамыту үшін 1990 жылы ашылған. Алайда қаржылықтың тапшылығына байланысты 1997 жылы өз жұмысын тоқтатады. Тек 2006 жылы облыс басшылығының қолдауымен мектеп қайта жаңа бағытта жұмысын бастайды. Қазіргі күні мектепте 250 оқушы 3 бөлім бойынша оқиды. Бізде музыка, көркем сөйлеу және сәндік қолданбалы өнер бөлімдері бар. Біздің негізгі мақсатымыз ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат деген рухани жаңғыру аясындағы негізгі бағытты ұстана отырып, балаларға бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрді, қол өнерді, ши тоқу, кілем тоқу осының бәрін үйрету. Біздің балаларымыз қазіргі күндері түрлі байқауларға қатысып топ жарып жүр. Атап айтсақ, республикалық, халықаралық деңгейдегі және Астанадағы экспо көрмесіне де біздің жұмыстарымыз қойылды. Оқушылардың жұмысымен бізде танысып қайттық. Бірден ағаш шеберханасынан бастадық. Мұнда 9 оқушы бар. Сабақтарынан бос кезде осы жерге келеді. Ал түсірілім кезінде жас шеберлер ағаштан түрлі бұйымдар жасап көрсетті. Бірақ ұстаздары Нұржан Мұратәлі алдыменен сурет салуды үйретеді. Кейін әбден жаттыққан соң ағашпен жұмыс жасатады. Бұл біріншіден баланың қолы икемді болу үшін дейді. Бірінші сызу суретін сондай бір 6 айдай сондай үйретеміз да, онан кейін барып ағаштың жұмсақ қаттылығын, ағаштың қасиетін соны үйретіп барып, содан кейін тақтай тіліп өзім қасыма тұрғызып, қасиетін бәрін неғып, ағаштарды өңдеп, соның бәрін көрсетіп, содан кейін бір жылдан кейін барып ағашты оюын, жасауын бір жылдан кейін барып үйрете бастаймын. Биыл 2-ші жыл оқушылар мына жерде отыр, ағаш оюды енді үйреніп жатыр десем де болады. Негізі оқытатынымыз балаларды 4 жыл. 4 жылдың ішінде кәдімгідей ағаштан шебер болады деп балаларыма сенемін. Жас қолөнершілердің бірі Нұржан Әлікен. Ол осы үйірмеге келіп жүргеніне 2 жыл болған. Осы уақыт ішінде түрлі кәде сыйлар жасапты. Қазірдің өзінде жануардың бейнесін ағаштан ойып отыр. Мұны жақындарыма естелік ретінде сыйлаймын дейді. Қазір мына ағашты ойып отыр. Жануардың бейнесін жасап келтіріп отыр. Әлі бірақ көп білген жоқпын. Әлі енді 2 жылдан соң домбыра жасап бардым, үйренуге тырысам. Өскен кезде домбыра жасайтын фермалар ашсам. Болам деген баланың бетін қақпай, белін буы әр ата-ананың міндеті. Болашақта мықты тұлға болып қалыптасу үшін өмірлік жолын айқындай білу маңызы зор. Сондықтан мектеп ұжымы да әр оқушы үшін барлық жағдайды қарастырып қойған. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таңжарық бағдарламасы.